Сәлеметсіңдер ме ізденімпаз балапандар? Бүгін өтетін сабағымыз 4-ші сыныптың 86-шы сабағы. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бір бағыттағы қуып жету қозғалысы. Яғни біз осы формула арқылы есептерді шығаратын боламыз. Яғни бір бағыттағы қуып жету қозғалысы кезінде жақындау жылдамдығы жылдамдықтың айырмасына тең болады. Бірінші есеп шығару барысында ережені қолдан дейді. Төтенше жағдай жаттығу өткізілуіне байланысты Әлия мен Әжей бір уақытта өз үйлерінен қауіпсіз орынға қарай бір бағытта жүрді. Олардың арасы 200 метр болатын. Әлия 110 метр минутына, ал Әжей 60 метр минутына жылдамдықпен жүрді. Сызбаға қара дейді. Кестені дәптеріңе толтыр. Әр минут сайын ара қашықтық қанша метрге кеміді, Әлия әжесін қанша уақыттан кейін қуып жетті. Сәйкесінше үлкен кісілердің жылдамдығы аздау болады, кішкене жайырақ жүреді. Сол үшін біз бірінші қыздың жылдамдығынан әжейдің жылдамдығын алып тастағанда бізде 50 метр, яғни жақындап отырады екен әр минут сайын. Сонда 1 минутта 50 метрге арасы, яғни кемісе 2 минутта 100 минутқа, 100 метрге 3 минутта 150 метрге, 4 минутта 200 метрге кемиді екен. Сонда 4 минутта Әлия әжесін қуып жетеді. Келесі есепті шығар. Болат пен Серіктің үйлерінің ара қашықтығы 160 метр. Олар мектепке қарай бір уақытта шығып, бір бағытта жүрді дейді. Серік 100 метр минутына, ал Болат Серіктің артынан 120 метр минутына жылдамдықпен жүрді. Неше минуттан кейін Болат Серікті қуып жетеді дейді. Яғни жалпы ауданы бұл жерде, яғни ара қашықтығы 160 метр болып тұр. Бірінші баланың жылдамдығы және де екінші баланың жылдамдығы берілген. Бұл жерде уақытты табуымыз керек. Уақытты табу үшін жалпы жылдамдықты тауып аламыз. Бізде жалпы жылдамдық, яғни екеуінің жылдамдығының айырмасы, ол бізде 20 метр минутынан болады. Сонда уақыт тең болады 160, яғни аудан бөлінген метр минут, яғни уақыт, сонда 8 минутта Болат Серікті қуып жетеді екен. Есепті дәлелдеу үшін 160 метр 120-ны 8-ге көбейтіп, 100-ді 8-ге көбейтсеңдер, екеуінің шыққан мәнінен 160-ты алып тастасаңдар, сол мәнге тең болады. Сонда солай дәлелдеуге болады. Үшінші есеп әріп жауаптарды көрсетілген ретпен қойып сөзді оқы дейді. Оның мағынасын түсіндір дейді. Бізде су тасқыны деген сөз шығады, жалпы. Яғни бұл жерде біз көбейтіп шығамыз. Көбейткендегі мәндер 12250, 10300, яғни сол мәндер шыққанда сол әріптерді қойып отырамыз, сәйкестендіріп отырамыз. Сонда бізде су тасқыны деген мәндегі сөз шығады. Ал көбейту мәндері, орындалу жолдары алдарында көрсетілген, тура солай көшіріп жазып аламыз, және де мәндерін орнына қойғанда осы әріптерді осылай қойып шығамыз. Төртінші есеп, кестедегі сұрақтарға жауап бер. Бізде нысан, яғни пойыз, ғарыш кемесі, ұшақ, автокөлік берілген, яғни 4 есеп берілген. Бізде кейбіреуінде жылдамдық берілмеген, екіншісінде сағат, біреуінде аудан көрсетілмеген, яғни бір-біріне ұқсас, мәндері бөлек, айналдырмалы формула арқылы табатын есептер берілген. Бірінші жағдайда, яғни пойызға келетін болсақ, бізде сағат берілген 4 сағат, жалпы ауданы берілген 360 км, бізге жылдамдықта табу керек. Жылдамдықта табу үшін жалпы ауданын уақытқа бөлеміз, яғни 360 км 4 сағатқа бөлгенде 90 км сағатына жылдамдықпен қозғалған екен. Дәл осылай екінші есепте ғарыш кемесінде 8 секунд, яғни уақыты берілген, жалпы аудан берілген 56 км, бізге табу керек жылдамдықты. Жылдамдықты дәл осы формуламен табамыз. 56-ны 8-ге бөлеміз, 7 км секундына шығады. Ал үшінші жағдайда бізде жылдамдық берілген, уақыт берілген, ауданды табу керек. Формуланы түрлендіреміз. Аудан тең болады жылдамдық көбейтілген сағатқа. Сонда бізде 324 көбейтілген 6, 1944 км жалпы ауданы шығады екен. Төртінші есепте бізде жылдамдық берілген, аудан берілген, уақыт белгісіз. Уақытты табу үшін формуланы түрлендіреміз. Аудан бөлінген жылдамдық болады. Сонда уақыт тең 720 бөлінген 90 тең 8 сағатқа тең болады екен. Бесінші есеп, теңдеулерді шеш. Бізде екі теңдеу берілген.
Теңдеу бізге оңайға түсу үшін бірінші жақшаларды ашып аламыз, бір бетке өткізіп аламыз. Сонда бізде осындай мәндегі теңдеулердің мәні шығады. Яғни біріншісінде жауабы 50, екіншісінде 52741 шығады. Теңдеулерді дұрыстап, рет-ретімен жазып алыңдар. Түсінікті деп ойлаймын. Алтыншы есеп бізде теңдікте қандай сан қалып қойғанын тап дейді. Мына жерде бізде теңдеу берілген, сен осыған ұқсас мысалдар құрастыра аласың ба дейді. Олардың құпиясы неде дейді. Белгісіз санды x деп алып теңдеу құрамыз, яғни x-ті жақшаның ішінде тұр. Дәл солай алып мәндерін жазып шығамыз басқа сандарды. Бізде x-ті енді жақшаны ашып аламыз, және де 890.773-ті келесі бетке өткіземіз. Көбейту мәнінде тұрғандықтан келесі теңнің мына бетіне өткен кезде ол бөлу айырмасына тең болып кетеді. Сондықтан 123.452 алынған x тең 1-ге тең болады. X-ті мына бетке өткіземіз. Және 123.452-ні мына бетке өткізген кезде минусқа айналады. 123.452 минус 1, сонда x-тен 123.451-ге тең болады екен. Енді орнына қойғанда 123.452-ден 123.451-ді көбейтеміз. 890.000 қосылған 773-ке тең болады. Мәні 890.773-ке тең болады екен. Дәл осыған ұқсас есеп мысал шығаратын болсақ, мәндерін өзгертеміз. X-ті арнайы екінші орынға, яғни екінші жақшаның ішіне қойып көреміз. Дәл осы ретпен шығып ұқсас болып шығады. Бұл жерде мәні 574.278-ге тең болады екен. Жетінші есеп есептердің шешуін өрнек түрінде жаз. Каспий теңізінің ауданы 371.000 км². Бұл Арал теңізінің ауданынан 362.697 км-ге артық дейді. Арал теңізінің ауданы қандай дейді. Бұл жерде егер Арал теңізінен, яғни 362.697 км-ге артық болса, яғни үлкен деген сөз, сол үшін 371.000 км-ден 362.697 км², яғни артық жерін алып тастағанда бізде Арал теңізінің ауданы 8.303 км²-ға тең болады екен. Ал екінші есепте Арал теңізінің ең терең жері 54 метр. Бұл Каспий теңізінің ең терең жеріне 971 метрге кем. Каспий теңізінің ең терең жері қанша дейді. Бұл жерде Каспийдің, яғни ең терең жерін табу үшін, яғни Арал теңізінен 54 метрге 971-ді қосамыз. Сонда 1025 метрге тең болады екен. Яғни 1025-тен 971 метрге кем болған жағдайда Арал теңізінікі 54 метр болады. Есепті жай ғана алмастырып шығара саламыз. 8-ші есеп ойлан және жауап бер дейді. Екі санның қосындысы 715-ке тең. Бірінші қосылғыш нөлмен аяқталады. Егер осы нөлді сызып тастаса, онда екінші қосылғыш шығады. Осы сандарды тап дейді. Бұл жерде бізде, яғни мәні 650 және де 65 болады. Яғни 650-дің нөлін қысқартып тастаған жағдайда 65 шығады, ал екеуінің қосындысы 715-ке тең болады. 9-ші есеп сызбасын сыз, есепті шығар дейді. А және Б және С қалаларының арасы тас жолмен жалғасқан. Б қаласы А және С қалаларының арасында орналасқан. А қаласын С қаласына қарай 85 км/сағат жылдамдықпен жеңіл автокөлік жолға шықты. Онымен бір уақытта Б қаласынан С қаласына қарай 60 км/сағат жылдамдықпен жүк көлігі де жолға шықты. Егер А және Б қалаларының ара қашықтығы 125 км болса, жеңіл автокөлік жүк көлігін неше сағаттан кейін қуып жетеді дейді. Бізде бірінші жылдамдық берілген, екінші жылдамдық берілген, жалпы аудан берілген. Бізде табу керек уақытты. Ол үшін бірінші В, яғни жылдамдықтың жалпысын тауып аламыз, яғни айырмаларын. Сол үшін В1-ден В2-ні алып тастаймыз. 85-тен алынған 60 км/сағат, сонда аралары 25 км/сағат болады. Енді уақытты табу үшін ауданғыды бөлеміз жылдамдыққа. Яғни Т тең 125 бөлінген 25 уақыт тең болады. Сонда 5 сағатта қуып жетеді екен. Осымен бүгінгі сабақ бітті. Сау болыңдар балалар, назарларыңа рахмет.